Ол бізге наурызда қайтарды, және бұл ежелгі мейрамды халық өмірінен тамырымен жойған сонау қылышынан қан тамған кеңес үкіметі кезінде іске асырылды. Қайта оралған наурыз мерекесі Қазақстанда 1988 жылы тойланды. 1991 жылдың көктемінде елбасы жарлығымен ол ресми мәртебеге ие болды. 80-ші жылдары мәдениет министрі, комитет хатшысы қызметін атқарған Өзбекәлі Жәнібековтің дәл өзі осы бір тамаша мерекенің оралуына қолынан келгенінің бәрін аямады. Жалпы, ол наурыздың ешқандай діни мейрам еместігін, яғни наурыздың халық мейрамы екендігін, Мәскеу орталық комитеті мүшелеріне тайсалмастан тіке айтқан Қазақстандағы ең алғашқы адам. Және Алматыдағы ескі алаңда театрландырылған көріністер қойылып, жиналған көпшілікке қымыз құйылып, сән салтанаты жарасқан алғашқы көктем мерекесі тойланғаннан кейін Өзбекәлі Жәнібековке басқа да кеңестік республикалардағы әріптестерінен, соның ішінде қырғызстандық әріптестерінен сіздер бұл іске қалай қол жеткіздіңіздер деген жалғыз сауал мен қоңырау шалғандар көп болды. Бұл адам Қазақстан тарихында төңкеріс жасады. Мүмкін дәл сол кезде, одан 18 жыл бұрын біздің санамызда жарқын ойлар жарқ етіп, өткен өмірімізді ойша шолған болармыз, сірә. Жоғалтқан ұлттық салт дәстүрімізді түгендеп, қайта тірілту Өзбекәлі Жәнібеков өмірінің басты мәні, міне осы болатын.